Сәлем достар, бүгінгі видеода біз осындай шоколадты пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 200 грамм сахарды салып, онымен жақсылап араластырып аламыз. Егер де қол миксері болса, сонымен де жасасаңыздар болады. Ал егер олай жоқ болса, онда венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырғаннан кейін, осы массамызға 100 мл сүт құямыз және онымен жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін 100 мл сұйық майымызды қосып, осымен де жақсылап араластырамыз. Және де құрғақ ингредиенттеріміз, яғни 400 грамм ұн, 1 пачка разрыхитель және 5 чайный ложка какаоны алып, електен өткізіп, осы массаға қосамыз. Онымен жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және осыны 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің Instagram және YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы жерге қазір қалдырып кететін боламын. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.